Сәлем достар, бұл видеода мен сіздерге столбик с накидом тоқуды үйрететін боламын. Міне мынау біздің воздушный петляларымыз. Енді осыны мына 1, 2, үшеуін көрдіңіздер ғой? Үшіншісіне емес, мына 4-шісіне крючогымызға накид іліп, 4-ші петляға кіргіземіз. Крючокта жібімізді тартып аламыз. Крючоктағы мына 2 жіпті қосып аламыз, одан кейін тағы да бір рет 2 жіпті тартып аламыз. Міне көрдіңіздер, бізден осындай петля пайда болды. Енді тағы да накид. Келесі петлямыздың арғы қабырғасынан жібімізді өткіземіз, тартып аламыз. Бізде 3 ғой, қазір крючокта 3 тұр. 2-ін тартып аламыз. Міне мен мынадан шығардым, 2-ін тартып алдым. Енді тағы да 2 болды, соны бір тоқимыз. Тағы да накид. Арғы қабырғасынан жіпті өткіземіз. Жұмыс жібін тартып аламыз. 2-інен өткізіп, крючокта 2 жіп болды, тағы да оны бір өткіземіз. Міне накид. Петляның арғы жақ қабырғасына өткіземіз. Тартып аламыз жіпті. Крючокта 3 жіп. 2-ін бір өткіземіз. Одан кейін тағы бір 2-ін бір өткіземіз. Осылай қатардың соңына дейін жалғастырасыздар. Накид. Өткіземіз арғы қабырғасына. Крючокта 3 жіп. 2-ін бір өткіземіз, одан кейін тағы 2-ін бір өткіземіз. Сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Міне осындай узор болды. Енді екінші қатарға өту үшін 3 воздушный петля жасаймыз. 1, 2, 3. 3 воздушный петля жасадық. Тоқымамызды бұрамыз. Бұл 3 воздушный петля біздің мына бір накидімізді құрайды. Осындай бір ұзын немізді құрайды. 3 воздушные петля. Тағы да накид. Мұны енді арғы қабырғасына тоқсаңыздар да болады, немесе 2 жіпті де 2 несінде алып тоқсаңыз болады. 2 қабырғасынан да өткізсеңіздер. Мен қазір 2 қабырғасынан алып өткізіп жатырмын. Крючокта 3 жіп. 2-ін бір өткіземіз, тағы 2-ін бір өткіземіз кейін. 2-ін бір өткіземіз, тағы бір өткіземіз. Осылай кете береді. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қолдап кетулеріңізді өтінемін. Сіздерге ол қиын емес, маған өте каналымның дамуына қалай
айтсам екен, өз септіктеріңізді, қолдауларыңызды көрсетсеңіздер риза болып қаламын. Рахмет, сау болыңыздар.